Достар, бұл екінші частьті ары қарай жалғастырайын. И мен уже ары қарай таппаймын. Ары бері іздеймін, ешкім жоқ. Содан бастаймын да, үйдің артын, сол алдындағы тұрған үйдің артын көрем, мектептің артын көрем. Сосын магазиннің ішін көрем. Жоқ қой. Сосын үйге кіріп қарасам, үйде, прихожкадағы орындықта қап-қара бір капюшон, маска, кепка киіп алған. И курткасы қап-қара, боты қап-қара, бәрі. Үсті қап-қара. И курткасын бүйтіп деп ашып отыр да. Электронный сияқты ашылады ғой. Сөйтіп ашады да курткасын шешіп отыр. Шешіп, бүйтіп тұрып, бүйтіп кетіп баратыр да. Ілейін деп, сіз кімсіз деп қарасам, үндемейді. Сосын масканы шешеді, сақал тұр. Ол екенін сезем. Сақал тұр. Сақал мұрт тұр. Капюшон шешеді. Кеппасын шешеді. И менің әке шошытқан ғой, мені сөйтіп отырып пранк жасайын деп. Дейсің ғой. Сосын үйде әкеммен отырдым. И мені таппай жүр екен олар. Мен олар таппай жүр. Олар мені таппай жүр. И олар магазин үшін тығып жүрген шығар деп бүкіл магазин үшін жеткен. Бүкіл. Даже мектептің алдындағы. И сомен табылды. Үйге кіреді ғой. Сосын мама жоқ. Бәріміз маманы іздейміз ғой. Анамды даже, мамамды. И мен вообще таппаймын. Вообще таппаймыз. И мамам жоқ. Курткасы қоңыр да, бірақ қара қосылған кішкене. И біз оны таппаймыз. Магазин жұмыс кетеміз ғой кіруді. Магазинге кіріп нетсек, кассада тұр екен. Сосын бәрін таптық, достар. Всем пока. Енді келесі историяны айтамын. Историяны, ол мен түсінде бастырып қалған туралы.